Баршаңызға сәлеммен, құрметті көрермендерім, мен арнама қош келіпсіздер. Бүгін өте жарқын, тәбет-ашарлықтай салат дайындаймыз. Ең алдымен тауық етін маринадтап аламыз. Тауық етін ұзыншалап немесе кубиктап турап аламыз. Туралған тауық етіне дәміне қарай тұз, қара бұрыш және де паприка қосамыз. Сарымсақты қысқыштан өткізіп немесе майдалап турап қосамыз. Және де бізде маринадқа соя соусы керек. Соя соусын қосып жақсылап араластырамыз. 10-15 минут уақытқа маринадтап қоямыз. Қызырылған майға тауығымызды салып қуырамыз. Егер де мен арнама жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде жазылып қолдап қоюларыңызды сұраймын. Тауықты қызарып піскенше қуырамыз. Енді көкөністерге кірісеміз. Қиярды ұзыншалап турап аламыз. Қызанақты кішкене бөліктерге тураймыз. Сондай-ақ черри қызанағын қоссаңыздар да болады. Черри қызанағын алсаңыз екіге бөле саласыздар. Сондай-ақ түрлі түсті тәтті светофор бұрышы керек. Светофор бұрышын ұзыншалап тураймыз. Қуырылған тауығымызды суыған соң қосамыз. Сондай-ақ майда корнишоны, консервіленген жүгері және фасоль қосамыз. Петрушка немесе кинзаны майдалап тураймыз. Бізге көбіне петрушка ұнағандықтан петрушканы таңдадым. Көк пиязды да ұзыншалап тураймыз. Барлығын турап, дайындап үлкен ыдысқа салдық. Ендігі кезекте тұздыққа кірісеміз. Ол үшін бізге тұз, қара бұрыш, қызыл ащы бұрыш, паприка және де сарымсақ керек. Егер де салаттың қатты ащы болған қаласаңыз, қызыл бұрышты көбірек қоссаңыздар болады. Үстінен қатты қыздырылған майды құйып араластырамыз. Салатымызға дайындаған тұздығымызды және де соя соусын қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Салатымыз дастарханға ұсынғанға дайын. Салатымыз тәбет-ашарлықта өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер де видеом сіздерге пайдалы болған болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.